Армысыздар қадірменді қауым. Көп болды негізі осындай бейнебаян салмағанға. Бүгін еркін тақырып десе де болады. Жанайқайымды айтқым келіп отыр. Өзімдік қорытындылап осындай тұжырымға келген. Менің өз пікірімше бұл біздің қазақ елімізде ұлтшыл болу бір қылмыс сияқты көрінеді. Өзің елін ойлау, өзінің жаңағындай елінің дамуына жаңағындай үлес қосу, қазақ тілін жаңағындай салтын дамыту, соны жаңағындай заманауи осы неге өмірге жаңағындай бейімдеу, соның бәрі бір ұлтшылдық немесе жаңағындай нацик сияқты көрінесің да. Мысалға бір тілдің өзін алайықшы, мысалға қазір мысалы шет тілі басым біздің елде. Былай қарасаң, қалада жүрсең де мысалы орысша сөйлеу керек. Жаңағындай енді өзіңіз білесіз ғой, мықты компанияларда мысалы немесе орысша жаңағындай шетелдік компаниялар енді ағылшынша, әрі мысалы жақсы жұмыстарға тұру үшін ағылшынша білу керексің. Сондай да басым. Қазақ тілі не? Ол қазақ тілі оның мәртебесі қазір ондай деңгейде деп айта алмаймын. Мысалы 70 жыл мысалға кеңес одағы кезінде қазақ тілін құртып кете жаздады ғой, былай қарасаң. Енді 30 жыл шала қазақ болдық. Соны мемлекет қолға алса деймін да. Мысалға соны таныстар болсын, туысқандар болсын айтасың, қазақша сөйле, қазақша оқыды. Онда да нациксің ба, националист, фашистсің ба деп мысалға бет қайтарады да, соны біртүрлі болып қаласың кейбір кезде. Бірақ мен бұл жерде не бәрі жаңағындай сен андай деп беті басып отқан жоқ, бәріне өзге ұлттылар жаңағындай не деп білу керек, тиісті деп. Әрине өзіміздің де қазақтарда бар ғой қаншама сөйлей алмайтын, түсінбейтін. Менің ойымша бұл тікелей биліктің жаңағындай қатесі. Сондықтан жоғарыда отқан атқамінерлерге осы қателік түзеу